Біз Сатпаев индустриалдық колледжінің дәнекерлеу ісі мамандығы бойынша 3-ші курс студенттеріміз. Мен Ғалымжан Олшахай. Мен Сәрсенбай Руслан. Бүгінгі біздің бизнес жобамыздың тақырыбы көше жарықтандыру бағана шамдары. Жобаның мақсаты энергия үнемдейтін, экологиялық таза автономды көше жарығын өндіру және орнату арқылы елді мекендердің инфрақұрылымын жақсарту. Бизнес жобаның сипаттамасы: қолданылған материал көміртекті болады. Металдың қалыңдығы 3,5 мм, шамдардың өлшемдігі 1,5 мм, биіктігі 3 метр. Көше шамдарының артықшылығы: қауіпсіздікті арттырады, энергияны үнемдейді, қызмет көрсету шығыны төмендейді, қала эстетикасын жақсартады, экологиялық таза, ақылды басқару мүмкіндігін береді. Жоба іске асқан жағдайда көшелердің жарықтандыруы 100%-ға дейін қамтамасыз етіледі. Электр қуатының шығыны 60-тан 70%-ға дейін азаяды, ал қызмет көрсету мерзімі 5-тен 7 жылға дейін ұзарады. Ал енді стартаптың экономикалық бөліміне келетін болсақ, бір шамның орташа бағаны 175 мың теңге, өзіндік құны 120 мың теңге, сауда үстемесі 45%, айына сатылатын шамдар саны 20 дана, жұмыс жылы айына 12 ай. Түсім табысына келетін болсақ, бір айлық түсім 3 миллион 500 мың теңге, жылдық түсім 42 миллион теңге, айлықтың өзіндік құны 2,5 миллион теңге, жылдық өзіндік құны 28 миллион 800 мың теңге, жалпы жылдық пайда 13 миллион 200 мың теңге. Көше жарықтандыру бағана шамның жасалу процесіне келетін болсақ, қолданылған материалдар негізгі материалдарға көміртекті болады, металдардың қалыңдығы 3,5 мм, бағананың өлшемі 15-15 см, жалпы биіктігі 3 метр. Енді жасалу процесіне келетін болсақ, материалдарды бірінші дайындап аламыз, екінші иілу және қалыптасу процесі болады, үшінші дәнекерлеу процесі, төртінші тазалау және өңдеу. Одан кейін бесінші коррозиядан қорғау, алтыншы шам орнату бөлігі, жетінші құрастыру және орнату.